2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа салық кодексі күшіне енеді. Оның аясында кәсіпкерлер енді салықтық есепті 90 сайын емес, жылына бір-ақ рет тапсырады. Бірыңғай жер салығы да жойылмақ. Бұл туралы аймақ кәсіпкерлерімен кездескен Қаржы министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Онда бұған дейін қосымша құн салығы 12%-дан 16%-ға өзгергені де айтылды. Және жиын барысында кәсіп иелерін толғандырған сұрақтарға жауап берілді. Семинар барысында, яғни заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, өзін қамтитын тұлғаларға қандай өзгерістер болатыны барлығы айтылып жатыр. Сұрақ-жауап форматында өтіп жатыр. Барлық, яғни шағын кәсіпкерлікке осы тізіммен жұмыс жасауға, яғни осы жаңа салық кодексімен жұмыс жасауға, яғни банкротқа ұшырамауға мүмкіндік болады деген сенімдеміз, үміттеміз. Арнайы салық режимі 4%-да қалып тұр, бірақ жергілікті маслихаттың депутаттардың 6%-ға немесе 2%-ға түсіруге мүмкіндіктері бар. Және Атамекен палатасы ұйымдастыруымен кеше семинар өтті. Сол семинарда, яғни депутаттарымыз, жергілікті депутаттарымыз 1 желтоқсанға дейін бізге 2%-ды қолдап береміз деген, яғни уәделерін, үміттерін беріп кетті.